Майк Тайсон туралы негізгі деректер. Толық аты Майкл Джерард Тайсон, Майшел Джерард Тайсон. Туған күні 1966 жылғы 30 маусым. Туған жері Бруклин, Нью-Йорк, ақш. Лақап аты Темір Майк, Iron Майк, ең қатыгез адам, The Baddest Man on the Planet. Биіктігі 178 сантиметр. Салмағы 100-109 килограмм, ауыр салмақ. Кәсіби мансабы 1985-2005 жылдар. Жетістіктері. 1986 жылы 20 жасында ауыр салмақтағы әлем чемпионы атанып, ең жас чемпион ретінде рекорд орнатты. УБ және АБФ чемпиондық белбеулерін жеңіп алып, абсолютті чемпион болды. Кәсіби мансабында 50 жеңіске жетті, 44 нокаут, 6 рет жеңілді, 2 жекпе-жегі аяқталмай қалды. 1997 жылы Эвандер Халифилдпен жекпе-жекте құлағын тістеп алып, бокс тарихындағы ең даулы оқиғалардың біріне себепкер болды. Жеке өмірі мен кейінгі карьерасы. Тайсон өмірінде бірнеше рет заңдық қиындықтарға тап болды, және түрмеде отырды. Кейіннен спортқа оралып, түрлі қайырымдылық және кино жобаларға қатысты. 2020 жылы Рой Джонспен көрнекі жекпе-жек өткізіп, өзінің боксқа деген сүйіспеншілігін көрсетті. Қазіргі уақытта ол кәсіпкерлікпен айналысады және өзінің Hot Boxing with Mike Tyson атты подкастын жүргізеді. Майк Тайсон бокстағы ең танымал және даулы тұлғалардың бірі, оның мұрасы спорт әлемінде әлі күнге дейін зор ықпалға ие. Майк Тайсонның отбасы туралы мәлімет. Әкесі Персель Тайсон, ресми әкесі, бірақ оны Джимми Киркпатрик тәрбиелеген. Анасы Лорна Смит Тайсон. Бауырлары Родни Тайсон, ағасы, және Денис Тайсон, әпкесі. Өкінішке қарай, ол 1983 жылы қайтыс болды. Жеке өмірі және балалары. Жұбайлары. Бірінші әйелі Робин Гивенс 1988-1989 жылдары үйленген. Екінші әйелі Моника Тернер 1997-2003 жылдары үйленген. Үшінші әйелі Лахика Спайсер 2009 жылдан бері бірге. Балалары. Майк Тайсонның 7 баласы бар. Мигель Леон Тайсон, Рейна Тайсон, Амир Тайсон, Мила Тайсон, Марокко Элайджа Тайсон. Экзодус Тайсон өкінішке қарай 2009 жылы 4 жасында қайтыс болды. Бір баласының аты көпшілікке белгісіз. Майк Тайсонның отбасы өмірінде маңызды рөл атқарды, әсіресе соңғы жылдары ол отбасы құндылықтарын бірінші орынға қойып, балаларымен көп уақыт өткізуге тырысады. Майк Тайсонның бокс мансабындағы маңызды жекпе-жектері. Кәсіби мансабының басталуы. Майк Тайсон өзінің кәсіби мансабын 1985 жылы 18 жасында бастады. Бірінші жекпе-жегін Хектор Мерседеспен өткізіп, бірінші раундта нокаутпен жеңіске жетті. Әлем чемпионы атануы. 1986 жылы 20 жасында Тревор Бербикті екінші раундта нокаутқа түсіріп, ОБК тұжырымы бойынша ауыр салмақтағы әлем чемпионы атанды. Ол ең жас әлем чемпионы ретінде рекорд орнатты. Абсолютті чемпион болуы. 1987 жылы Тайсон Джеймс Смит пен Тони Такерді жеңіп, ОБ және АБФ белбеулерін иеленіп, ауыр салмақтағы абсолютті чемпион атанды. Бастапқы жеңілісі. 1990 жылы Бастер Дугластан 11 раундта нокаутпен жеңіліп, алғашқы рет мансабында жеңіліске ұшырады. Бұл бокстағы ең үлкен сенсациялардың бірі болды. Қайта оралу және түрмеден кейінгі мансабы. 1996 жылы Тайсон және УБ белбеулерін жеңіп алып, қайтадан чемпион атанды. Бірақ сол жылы Эвандер Халифилдпен кездесіп, 11 раундта техникалық нокаутпен жеңілді. Халифилдтің құлағын тістеу оқиғасы. 1997 жылы Тайсон Халифилдпен реванш өткізді. 3 раундта қарсыласының құлағын тістеп, нәтижесінде жекпе-жектен шеттетілді және бокстан уақытша қуылды. Манаспен аяқтауы. 2005 жылы Тайсон Кевин Макбрайдпен жекпе-жек өткізіп, 6 раундтан кейін жекпе-жектен бас тартты. Осылайша ол кәсіби бокстан ресми түрде кетті. Жалпы кәсіби рекорды. 50 жеңіс, 44 нокаут. 6 жеңіліс. 2 жекпе-жегі аяқталмай қалды. Майк Тайсон бокс тарихындағы ең доминантты және даулы тұлғалардың бірі болып қала береді. Майк Тайсонның заң бұзушылықтары және даулы оқиғалары.
бір төбелестер мен агрессивті әрекеттер 1980 жылдары. Тайсон жасөспірім кезінде бірнеше рет ұрлықпен төбелес үшін қамауға алынды. Ол қиын балалық шақ өткізіп, Нью-Йорктың қауіпті аудандарында өсті. 2. Зорлау айыбы және түрме 1992 жыл. 1992 жылы Майк Тайсон модель Дезире Вашингтонды зорлады деп айыпталып, 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол түрмеде 3 жыл отырып, 1995 жылы мерзімінен бұрын босатылды. 3. Халифилдтің құлағын тістеу 1997 жыл. 1997 жылы Эвандер Халифилдпен өткен реванш жекпе-жекте Тайсон қарсыласының құлағын тістеп, дисквалификацияланды. Осы оқиғадан кейін ол бокстан уақытша шеттетіліп, $10 миллион айыппұл төлеуге мәжбүр болды. 4. Кокаин қолдану және құқық бұзушылықтар 2000 жылдары. 2006 жылы Тайсон есірткіге байланысты айып тағылып, кокаин сақтағаны және мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынды. Ол түрмеде бірнеше күн отырып, есірткіге тәуелділікті емдеу бағдарламасына қатысты. 5. Банкрот жариялауы 2003 жыл. Тайсон мансабында $100 миллиондаған тапқанымен 2003 жылы қаржылық қиындықтарға тап болып, ресми түрде банкрот жариялады. 6. Журналистермен және жанкүйерлермен қақтығыстар. Тайсон бірнеше рет журналистермен және жанкүйерлермен жанжалға түсті. 2009 жылы ол Лос-Анджелес әуежайында фотографпен төбелесіп, қамауға алынды. Қазіргі уақытта Тайсон өзінің өмірін оң жолға қойып, кәсіпкерлікпен айналысып, подкаст жүргізіп, мотивациялы баяндамалар жасап жүр. Қазіргі уақытта Майк Тайсон немен айналысады? Тұратын жері. Тайсон қазіргі уақытта Америка құрама штаттарында, Невада штатының Лас-Вегас қаласында өмір сүреді. Кәсіпкерлік. Ол Tyson 2.0 атты компаниясын басқарады. Бұл компания каннабис өнімдерін өндірумен айналысады. Сондай-ақ Тайсон Legends Only League спорт лигасын құрды. Ол ардагер спортшыларға қайта жарыстарға қатысуға мүмкіндік береді. Медиа және ойын сауық. Тайсонның Hot Boxing with Mike Tyson атты подкасты бар. Онда ол танымал адамдармен сұхбат жүргізеді. Ол фильмдерге, жарнамаларға және түрлі шоуларға жиі қатысады. Спортқа оралу. 2020 жылы Тайсон 15 жылдық үзілістен кейін рингке қайта оралып, Рой Джонспен жекпе-жек өткізді. Ол әлі күнге дейін жаттығу жасап, өз физикалық жағдайын сақтап жүр. Қайырымдылық. Тайсон түрлі қайырымдылық жобаларымен айналысады және жастарға мотивациялық дәрістер оқиды. Қазіргі уақытта ол кәсіпкерлікпен айналысып, подкаст жүргізіп, спорт пен медиа индустриясында белсенді жұмыс істеп келеді. Атаңызға айналған боксшы Майк Тайсон туралы 7 қызықты дерекпен таныс болыңыздар. 1. Боксқа қалай келді? Атақты боксшы кәсіби мансабын Мұхаммед Әлимен өткен кездесуден кейін бастайды. Майк Тайсон түрмеде жатқан кезінде балаларға дұрыс бағыт-бағдар беру үшін арнайы әйгілі спортшымен кездесу өтеді. Сол кездесуден алған әсерінен кейін Тайсон өзінің шаршы алаң үшін жаралған жан екенін сезінеді. Оның рингте көрсеткен өнерлері өте керемет. 51 жекпе-жек өткізіп, соның 24-ін бірінші раундта нокаутпен аяқтады. Тіпті бір жекпе-жегінде алғашқы 91 секунд үшін $20 миллион алған. Ол кезде Майкл Спинксті нокаутқа түсірген еді. 2. Қарсыласын нокаутқа жіберу үшін 8 секунд жеткілікті болды. Майктың ерекше есте қалған шайқастарының бірі жасөспірімдер арасында өткен алғашқы олимпиадасы, ол 1982 жылы өткен болатын. Сол жұдырықтасуында Тайсонға қарсыласын нокаутқа жіберу үшін небары 8 секунд қана жеткілікті болды. Сонымен қатар ол 11 жасында 100 килограмм салмақты құрайтын зілтемірді көтеретін қара күшке ие болған. Ол қазіргі таңдағы ауыр атлетикамен айналысатын спортшыларға да үлкен көрсеткіш болып есептеледі. 3. Жас жеңімпаз. Одан кейінгі жетістігі Тайсонның кәсіби рингте ең жас чемпион атануы. Ол 20 жасында барлық бокс тарихында ең жас чемпион атанса, 21 жасқа толғанда күллі әлемді мойындатқан сөзсіз жеңімпаз болды. Ал бала кезінде Майк өзін ренжітетін балаларға қарсылықта көрсете алмайтын болған. 4. Ең қысқа жекпе-жегі. Кәсіби деңгейдегі жекпе-жектің бірінде Майк шаршы алаңда 30 секунд өнер көрсетті. Бұл кездесу 1986 жылы өтті. Онда Майк Тайсон танымал Джо Фрейзердің ұлы Марвис Фрейзерді нокаутқа түсірді.
Ол өзінің қарсыласына мүлдем мүмкіндік бермей, бір бұрышқа қысып, оң қолымен иек астынан жоғары қарай бағытталған апперкот соққы жұмсап, артынша тағы бірнеше жойқын соққылар жасап үлгерді. Мұндай шабуылға шыдамаған Фрейзер бірден нокаутқа құлады. 5. Ұстаз жолын жалғастырушы. Түрмеде жатқан кезде Тайсон өзі пір тұтқан Мұхаммед Әли секілді ислам дінін қабылдайды. Оның исламдағы аты Мәлік Абдул Азиз, алайда спортшының бұл атын көбі біле бермейді. Өйткені оны бәрі Майк Тайсон деп таниды. Оған қарамастан ол 2010 жылы Меккеге қажылық өтеуге барып, сондағы мешіттің салынуына $250 мың ақша аударды. Жалпы Майк өмірде өте ақкөңіл адам. 6. Оның тұмары, татуировкалары. Тайсон өзінің ең сенімді тұмарым деп татуировкаларын айтады. Олар кәсіби боксшыда аз емес. Біріншісі сол жақ білегінде орналасқан. Онда оның екінші әйелі бейнеленген. Ал оң жақ иығында американдық теннисші Артур Эш тұрса, сол жақ білегінде Айдаһардың суреті салынған. Сонымен қатар спортшы жауырынына Мао Цзедунның, ал төменгі қабырғасына Че Гевараның бейнесін салдыртқан. 7. Тайсонның 3 әйелі. Боксшы осы күнге дейін 3 рет некесін қидырып үлгерді. Бірінші жары Playboy журналына жалаңаш суретке түсіп, америкалға аты шыққан Робин Гивенс, ол 1995 жылы Empire Magazine жасаған рейтингте әлемнің ең тартымды 100 әйелінің бірі болған. Бірақ бұл жұптың махаббат хикаялары ұзаққа бармай, бір жылдан кейін ажырасты. Одан кейін Майк Моника Тернер деген бала дәрігерін таңдады. Спортшы онымен 5 жыл бірге болды. Ал үшінші әйелі Латиха Спайсер, ол қазір онымен олар бақытты да, баянды ғұмыр кешіп жатыр деп жазады. Майк Тайсон бокс тарихындағы ең танымал және даулы тұлғалардың бірі. Ол 20 жасында ауыр салмақтағы әлемнің ең жас чемпионы атанып, спорт әлемінде жаңа рекорд орнатты. 1987 жылы абсолютті чемпион болды. Алайда 1990 жылы күтпеген жеңіліске ұшырады. Тайсонның мансабы тек жетістіктерге толы болған жоқ. Ол бірнеше рет заң бұзып, 3 жыл түрмеде отырды. Сондай-ақ Халифилдтің құлағын тістеп, бокстан уақытша шеттетілді. Соған қарамастан, ол рингке қайта оралып, тағы бірнеше мәрте әлем чемпионы атанды. Қазіргі уақытта Тайсон кәсіпкерлікпен айналысып, медиа саласында белсенді жұмыс істеп келеді. Оның Hot Boxing with Mike Tyson атты танымал подкасты бар, және ол 2020 жылы Рой Джонс кішімен, 2024 жылы Джейк Полмен жекпе-жек өткізді. Майк Тайсон өз мансабында көптеген қиындықтарды бастан кешіргенімен, әлі күнге дейін спорт, бизнес және медиа саласында ықпалды тұлға болып қала береді.